қола дәуірі, ерте темір дәуірі мен кейінгі орта ғасырлардың ерекше көркем галереясы. 5-ші сыныптан бері тарих кітаптарында көріп жүрген петроглифтерді өз көзімізбен көруге келдік. Жалпы петроглифтерді қандай мақсатпен салғаны әлі күнге дейін белгісіз, бірақ ғалымдардың айтқан 4 гипотезасы бар. Біріншісі бұл болашаққа хат ретінде салынған десе, екіншісі діни ғұрыптардың белгілі бір бөлігі болған деседі. Ал үшінші нұсқа бойынша бұл бір-біріне қандай жануарлардан, қандай аңдардан қорғану керектігін білдіріп отыратын белгі болса, ал төртінші нұсқа бойынша бұл жай ғана сол кездегі адамдардың өнер туындылары деседі. Осы гипотезалардың қайсымен сіз нақты келісесіз? Менің енді төрт нұсқаның атап айтқан кезде бұл жерде сол уақыттағы адамдардың дүние танымы көбінесе ғұрыптық бағыттарға бейімделген. Өйткені сол уақыттағы адамдардың өзінің қоршаған ортадағы, табиғаттағы жан-жануарлардың бейнесін, көрген дүниесін сосы тастың бетіне қашап салу арқылы қалдырып отырған. Яғни сол уақыттағы адамдар жазба мәдениеті қалыптаспаған. Біздің соңғы археологтардың пайымдауынша бұл тасқа салу мәдениеті адамдардың ортасындағы жазба мәдениетінің ең алғашқы нұсқалары болса керек деп отыр. Сондықтан да бұл жердегі адамдар өзінің өмір сүрген уақытындағы әлеуметтік жағдайда, одан кейінгі мынау ғұрыптық наным сенімдерді, одан кейінгі мынау тәңіршілдік діни бағыттағы дүние танымдылықтарын осы тасқа қашау арқылы көрсеткендігін көріп отырмыз. Яғни біз мына жердегі петроглифтерден қола дәуірі, ерте темір және ерте орта ғасырлық осы мекенде тайпаларды осы жерде мекен еткен халықтардың өзіндік бір қалыптастырған мәдениетінің көрінісі ретінде түсінуіміз керек. Жаңа айтып жатырсыз ғой, ерте темір дәуірі, қола дәуірі деп бөліп. Осы петроглифтердің сол қай ғасырға тән екендігін қалай анықтауға болады? Әрине, бұл жерде анықтау өте қиындау соғады. Себебі біз бұған дейінгі зерттеген ғалымдардың зерттеу жұмыстарына шыққан еңбектеріне сүйенетін боламыз. Яғни олар осы петроглифтерді зерттеу барысында әр салынған сүйреттің типтік жағына және оның таралу мәдениетіне қарай кезеңдерге бөлген. Мысалы, мына жерге қарап тұрсаңыздар, тұрпайы түрде салынған арқарлар мен тауешкілер тұр. Тұрпайы түрде. Ол қола дәуірі кезеңіндегі. Ал енді мынау түйеге қарап тұрсаңыздар, түйе белгілі бір дәлдікпенен тас қашаудың асқан шеберлігіменен салынған дүние. Бұл ерте темір дәуірі кезеңіне жататын тасқа салынған тарихи мәдени мұра деп білеміз. Сонымен қатар бұл жерлерде мынау сол кездегі өмір сүрген адамдардың белгілі бір айналадағы көрген дүниелерін осы тасқа қашап салған. Солардың ішінде жаңағыдай мына түйе құстар бар мінекей. Мына жерде түйе құстардың суреттері салынған. Одан кейінгі қос өркешті түйелердің жүруі, арқардың, бұғылардың, тауешкілердің жүруі. Содан кейінгі мына жерлерде жабайы сиырлар, жабайы сиырлардың бейнесі жасалынған. Яғни қола дәуірі кезеңінде, яғни қазір біз келіп тұрған Қарасай шатқалында осы біз көрсеткен жан-жануарлардың өмір сүргендігінің нақты дәлелі бола алады. Біз дәл қазіргі Қарасай шатқалындағы көріп тұрған мынау жартас бейнелері бұл жабайы сиырлардың сүйретінің салынған стильдерін көріп отырмыз. Яғни бұл жабайы сиырлардың салынуы сол біздің заманымызға дейінгі 6 және 4 ғасырларда, яғни темір дәуірі кезіндегі осы жерде мекен еткен тайпалардың құрамында болған халықтардың дүние танымындағы салынған бейнелер деп білеміз. Және дәл осы жерде біз қасқырлардың жабайы сиырларға шабуыл жасап тұрған сәтін көріп отырмыз. Яғни сол жабайы сиырларға қасқырлардың шапқан уақытын сол кездегі адамдар көрген, сол көрген дүниесін осы тастың бетіне қашап салғандығын білеміз. Түйенің мына жамбас артқы аяғыменен алдыңғы қолының ортасына арқардың сүйретін салған. Бұл да бір сол уақыттағы адамдардың дүние танымының ерекшелігін көрсетіп отыр. Мүмкін сол түйе тұрған және түйенің ар жағындағы арқарды көрген адам тура сол қалпында осы жануарларды, аңдарды тастың бетіне қашап салғандығын көріп отырмыз. Мына тастардың бетінде де
яғни мынау салынған петроглифтердің барлығы да осы Қарасай шатқалындағы күнгей шатқалдың күнгей беткейіне салынған. Яғни мына тастардың барлығы мыңдаған жылдар күннің тікелей сәуле түсуінің нәтижесінде тотыққан. Сол тотыққан тастарды сол замандағы адамдар өзінің осындай бір өнеріне, мәдениетіне пайдаланғандығын біліп отырмыз. Яғни бұл тасқа салынған суреттерді алғашқылардың бірі болып 1896-97 жылдары жергілікті өлкетанушы, Түркістан археология әуесқойлар үйірмесінің мүшесі болған Калауыр зерттеді. Ол Калауырдан кейін Пацевич зерттеді. Содан кейінгі 1980 жылдары жергілікті өлкетанушы Күзембай Байбосынов зерттеген. Ал енді 90 жылдары осы Ақбұлым ауылындағы орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі Жамбыл Беспаев өзіндік зерттеу жұмыстарын жүргізген болатын. Және де осы Қарасай шатқалдарына байланысты көптеген ғылыми еңбектер шыққан. Қазір олардың барлығы осы зерттеу жұмыстарының қорытындылары жалпы Қазақстандағы және шетелдегі ғылыми айналымдарға енгізіліп отыр. Танымал петроглиф маманы Михаил Диканның айтуы бойынша, Қазақстан жерінде салынған петроглифтер ерекше көркем, сондай әдемі болып табылады. Оның себебі біздің ата-бабаларымыз тек патинамен қапталған тастарға ғана сурет салған деседі. Осы туралы не айтасыз? Мен жаңағы сөз кезегінде айтып өттім ғой. Сол уақыттағы біздің ата-бабаларымыз осы тау жотасындағы кез келген тасқа емес, құм тастарға, сланец тастарына, сонан кейін мынау жылтыр қара тастарға салған. Жылтыр қара тас деп отырғанымыз біз мына көрсетіп отырған қазіргі Қарасай шатқалындағы петроглифтер. Яғни жаңағы айтып отырған күлдің тікелей сәулесінің нәтижесінде патиналар пайда болады. Тотығу, ол тастың тотығуы. Міне сол қара тастың тотығуын және оның күн сәулесі түскен кезде жылтырап көрінетіндігін сол уақыттағы осы жерді мекен еткен біздің арғы прото ата-бабаларымыз жақсы пайдалана білген. Өйткені жылтыраған тастың бетіне тасты бір-біріне соғу арқылы, қашау арқылы сондай бір бейнелерді, ою-өрнектерді, жануарларды, аңдарды салып қалдырған. Енді қазіргі таңда бізге осы баға жетпес тарихи мәдени мұраларымыз біз үшін және бізден кейінгі ұрпаққа осы жердің дала өркениетінің үлкен бір мәдени кезеңдерге шыққандығын көріп отырмыз. Бұл жердегі мекен еткен халықтар тек қана жергілікті мәдениетті ғана дамытқан жоқ, ол адамзат өркениетінің дамуына өзіндік үлес қосқан халық екендігін көрсетіп отыр. Яғни қола дәуірі кезеңіндегі дәл осыған ұқсас тастағы жартас бейнелері Қазақстанның Жетісу аймағы, одан кейін мынау Алматы облысындағы Алтын Емел жеріндегі, Бес Шатыр жеріндегі, сонымен қатар Таңбалы тас Алматы облысы Жамбыл ауданы жерінде орналасқан. Одан кейінгі біздің Жамбыл облысының Қордай ауданында Қозыбасы, одан кейінгі осы мынау Қаратау тау жотасындағы петроглифтер, Ақтоғай петроглифтері, Қамысты бұлақ петроглифтері, содан кейінгі қазіргі Түркістан облысының Созақ ауданына тән Арпа өзен, Қойбағар петроглифтері, және Қызылорда облысының Шиелі ауданындағы Сауысқандық петроглифтері. Бұлардың барлығы да сол қола дәуірі және ерте темір дәуірі кезеңіне тән ортақ бір мәдениеттің таралу деңгейін көрсетіп отыр. Яғни сонау Алматы облысынан бастап, мына Қызылорда облысына дейінгі аралықтағы қола дәуірінің Андронов мәдениетіндегі өмір сүрген халықтың белгілі бір өнер мәдениетінің таралу деңгейін көрсетіп отыр. Тарихқа сүйенер болсақ, петроглифтер тек ерте темір дәуірі қола дәуірінде ғана емес, Қазақ хандығы тұсында да салынған. Сол петроглифтер жайлы не айтасыз? Қазақ хандығы тұсындағы петроглифтерде Қазақ хандығы құрылғаннан кейінгі халықтың дүниетанымын көрсететін. Оның далалық әскери демократияға тән жылқы үстіндегі ер тұрмандағы жылқылардың бейнесі көптеп кездеседі. Бұл яғни сол Қазақ хандығы кезіндегі жауынгер халықтың және дербес халықтың тәуелсіз халық екендігін көрсеткен бейнелер өте көптеп кездеседі. Ол уақыттағы петроглифтерде салт атты жауынгердің
аттың үстінде отыруы, яғни оның бір қолының қылышта болуы, яки болмаса бір қолының найза ұстап тұруы, яки болмаса бір қолында туды ұстап тұрған бейнелер өте көптеп кездеседі. Әсіресе сондай қазақ хандығы дәуірі кезеңіне тән петроглифтер Жамбыл облысының қазіргі Мойынқұм ауданында Хан тауынан кездеседі. Одан кейін Қордай ауданының жерінде және Қаратаудың теріскей беткейіндегі Жамбыл облысының Сарысу және Талас аудандарындағы петроглифтерден өте көптеп кездесетіндігін көрсетіп отыр. Яғни қазақ хандығы құрылған уақыттағы осы аймақтар қазақ хандығының негізгі территориясы болғандығын білдіреді. Сонымен қатар осы қазақ хандығынан кейінгі бұл 18 ғасырдағы, яғни қазақ жоңғар қатынасы кезіндегі петроглифтер де бар. Ол уақыттарда салтатты жауынгерлермен бірге таңбалардың салынуы, әрбір рудың, тайпаның өзіндік дербестігін, тәуелсіздігін білдіру мақсатында және өзіндік территориясын көрсету мақсатында осы тастарға жаңадай таңбаларды ойып салған. Яғни осы жерді мекен еткен тайпа, ру өзінің жайлауы немесе қыстауы ретіндегі белгілі бір территорияның шекарасын нақтылау мақсатында сол таңбаларды петроглиф ретінде тасқа қашап салғандығын біз тарихтан көріп білеміз. Әсіресе осы қазақ хандығы тұсындағы қазақтардың петроглифтеріне байланысты зерттеу жұмыстары бұл Жетібаев Жұмаш пен Зейнолла Самашевтың қазақ петроглифтері деген еңбегінен көріп танып біліп отырмыз. Бүгінде түрлі антропогендік факторлар мен адамдардың осында экскурсиялық сапарларға келуінің әсерінен петроглифтеріміздің бүлініп жатқанын көруімізге болады. Анықтап қарайтын болсақ, мұнда келген адамдар өздерінің аттарын тасқа қашап салған. Бұл белгілі бір таңда біздің ата-бабаларымыздан қалған аманатқа қиянат жасау болып табылады. Және антропогендік факторлармен қоса түрлі табиғат құбылыстарының әсерінен осындай петроглифтеріміз жойылып бара жатыр. Жартастағы суреттер ежелгі тарихқа үңілетін мүмкіндік болып табылады. Біз бұл жердегі петроглифтер арқылы осы маңда қандай жануарлардың өмір сүргендігін, адамдар сол жануарларды қалай аулағанын біле аламыз. Мысалы, бұл жерде арыстандар, жолбарыстар, пантералар және сондай жануарларға шабуыл жасайтын одан да жыртқыш аңдардың болғандығын, бірақ қазіргі таңда ол жануарлардың жойылып кеткендігін біле аламыз. Жаңа көргендеріңіздей петроглифтер жойылу қаупіне ұшырап тұр. Сонымен қатар отандастарымыздың арасында осы петроглифтерді насихаттау үшін мен Қазақстан өңірінде табылған петроглифтердің 3-ті виртуалды картасын жасаған болатынмын. Бұл картада петроглифтер жай ғана ретпен емес, белгілі бір таңда таралу аймағы бойынша орналасқан. Және әр петроглифтің жанындағы батырманы басатын болсақ, сол петроглиф туралы барлық ақпаратты көре аласыздар. Тек картамен шектеліп қоймай, тамыр виртуалды арт галереясын жасаған болатынмын. Бұл арт галереяда осындай петроглифтердің суретімен жасалған қолөнер бұйымдарын табуға болады. Ол арт галереяда менің үстіндегідей футболкаларды және басқа да қолөнер бұйымдарын тауып сатып алуға болады. Міне осылай петроглифтерді қорғауға тамшыдай болса үлесімді қоса отыра, менің 3-ті виртуалды картам мектеп бағдарламасына енгізілуіне ниеттемін.